Саламатсыздар ма? Мен Жұмабек Ташенов атындағы мектептің тарих пәні мұғалімі Смагулова Гүлжанат Айкалиевна. Сіздермен талқылайтын кітабым Шәкәрім Қайып Құдайбердіұлының «Үш анық» кітабы. Шәкәрімнің «Үш анығы» жай кітап емес, адамға айна. Бұл еңбекте Шәкәрім бір ғана сұрақ қояды: адам қалай өмір сүруі керек? Осы сұраққа жауап беру үшін Шәкәрім үш аныққа сүйенеді. Бірінші анық ар-ұждан. Шәкәрім үшін ең үлкен заң ар. Діннен де, заңнан да биік нәрсе ар-ұждан. Адамның ішкі соты. Егер адам арын тыңдаса, ол ешқашан жамандыққа бармайды. Оқырман ретінде түйетін, біз ел не дейді деп өмір сүреміз. Ал Шәкәрім арым не дейді деп өмір сүруге шақырады. Екінші анық жанның өлмейтіні. Шәкәрім адам тек тәннен тұрмайды дейді. Тән өледі, жан жауап береді. Бұл ой адамды жауапкершілікке шақырады. Егер жан мәңгі болса, әр ісіміздің салмағы бар. Жақсылық та, жамандық та жоғалмайды. Үшінші анық ақыл мен ғылым. Соқыр сенімге де, құр діншілдікке де қарсы. Шәкәрім үшін ақыл сенімнің серігі, тірегі. Оқырманға берер сабағы сенім ойланбай сену емес, сену ақылмен таразылау. Үш анық маған мынаны түсіндірді: адамды адам ететін байлық та емес, атақ та емес, ар жауапкершілік және саналы ой. Бұл кітап бізді өзгертпейді, өзімізге сұрақ қоюға мәжбүрлейді. Жақсы, сау болыңыздар. Осы кітапты сіздерге де оқуға ұсыныс тастаймын.